Сәлем достар. Бүгінгі сабақ грамматикалық сабақ. Merhaba arkadaşlar. Dersimize devam edelim. İsim cümleleri. Bugünkü dersimiz, bugünkü konumuz isim cümleleri. Жүктік жалғау қазақ тілінде, яғни мен мұғаліммін, сен мұғалімсің деген жалғауларды осыны талқылайтын боламыз. Қазақ тілінде көріп тұрғандарыңыздай, мен мұғаліммін, сен мұғалімсің, мін-сін деген жалғау жалғанған сияқты түрік тілінде де кез келген зат есім немесе сын есімдерге им, жалғанады. Мысалы, мен öğretmen әге аяқталып тұр ғой. Енді осы жерде тіл үндестігі заңы бойынша жалғанады. Егер жіңішке дыбысқа аяқталса им, егер жуан дыбыстығы аяқталса егер яғни имен аяқталса им, о, мысалы, ben öğretmen жерден қараймыз да аламыз. Жіңішке ғой мына жерде яғни имді аламыз. Ben öğretmenim, сен öğretmen, тағы да қараймыз. Қараймыз дағыны. имен аяқталса сен дедім. Яғни öğretmen, сен öğretmensin. Ол öğretmen. Ештеме жалғамаймыз. Biz öğretmeniz. Siz öğretmensiniz. O öğretmen. Енді çalışkan да алайық. Жуан дыбыспен аяқталған, болса Ben çalışkanım. Sen çalışkansın. O çalışkan. Biz çalışkanız. Siz çalışkansınız. Onlar çalışkan. Бітті, дауыссыз дыбыстармен аяқталса, осы жалғауларды жалғаймыз бірінші тұрға. Ал егер дауысты дыбыспен аяқталса, хаста, оқулда, әлиді, ендеше екі дауысты дыбыс қатарынан келмейді ғой. Сондықтан әрпі арқылы жасалынады. Яғни, ben okulda жуан дыбыс. Сонымен мына жердегі жуанын аламыз. Ben okuldayım. Biz okuldayız. Осылай аламыз. Енді оқулдан аламыз ба? Хастан аламыз ба? Жарайды, оқулдан алайық. Ben okuldayım. Sen okuldasın. O okulda. Ол мектепте. Biz okuldayız. Siz okuldasınız. Onlar okulda. Енді тағы мына жерде не айтып кетейін дедім. Осы әрпі арқылы жасалынады. Ол тек қана ben бірінші жақтағы және біз осыларға ғана әрпі арқылы жасалынады. Бұл тақырып түсінікті болса, сұраулы түрінің өтейік. Яғни сұраулы түрі қалай жасалынады? Сұраулы түрі му жалғауларына, енді есімдіктің жалғаулары жалғанады. Осы жалғау, осыларға жалғанады. Яғни, осы жалғауларға жалғаулар жалғанады. Мысалы, сен дәрігерсің ба дейік, мысалы, сен доктор оға аяқталып тұрды. Мен болса, онда муды аламыз. Доктор мусун. Что-то я не помню. Мен есімде жоқ, мен дәрігермін ба өзі дейтіндей болса, ben доктор муюм. Осылай. Шака. Енді мен осындаймын ба деп сұрақ келмейді ғой, сондықтан да айтып жатқаным. Яғни, мысалы, енді алайық, öğretmenді алайық. Ben öğretmen miyim. Жіңішкемен аяқталып тұр. Бұны қаяқтан алдық өзі? Неге мыналарды алмадық? Муды алмадық, мөді алмадық. Себебі öğretmen жіңішкемен аяқталып тұр. Сондықтан миді аламыз. Қайтадан мен айтудан шаршамаймын. ми, му, му, мü.
неге бұны айтудан шаршамау керекпіз біз? Себебі түрік тілінің негізгі үнемі қайталана беретіні осылар. Бұл осы тіл үндестігін әрқашан, әр жерден көресіздер. Сондықтан осыны бірнеше рет қайталаңыздар, жаттаңыздар. А, М, Ми, Му, Му деп бірнеше рет қайталап жаттаңыздар. Бұлардан құтылмайсыздар. Ендеше сұраулы сөйлемге келдік па? Сұраулы сөйлемге келдік. Соны жалғастырайық. Мен öğretmen miyim? Сен öğretmen misin? Сен мұғалімсің ба? O öğretmen mi? Ол мұғалім ба? Biz öğretmen miyiz? Biz мұғалімдерміз ба? Ya da siz misiniz? Так. Siz öğretmen misiniz? Siz дегенде бұл жерде екі мағынасы бар. Екі деп шектемей қояйын. Сіз деп үлкен кісіні сыйлау мақсатында, кез келген адамды, танымайтын адамды болсын, сыйлау мақсатында сіз деп қолданса, сонымен қатар сіздер деген мағынада да қолданылады. Siz öğretmen misiniz? Onlar öğretmen mi болады. Енді бұл сұраулы сөйлем болды, болымсыз түріне келдік. Болымсыз түрі дейіл арқылы жасалынады. Енді болымсыз түрі кішкене оңайырақ. Бұның бәрін бір түсіндіріп кетіп жатырмын. Практика жүзінде грамматикада тағы бір көрсетемін. Жалпы айтып кетіп жатырмын. Енді болымсыз түрінде дейіл. Болымсыз түрі кішкене оңайлау. Бұл жерде тіл үндестік заңы қатты жүрмейді. Бұл заң. Тек қана дейілді қоя бересіздер. Жуан дыбыстыларға да, жіңішке дыбыстыларға да бүкіліне дейіл арқылы жасалынып кете бересіздер. Яғни, ben öğretmen değilim. Жіңішке ғой, değilim. Sen öğretmen değilsin. O öğretmen değil. Biz öğretmen değiliz. Siz öğretmen değilsiniz. O öğretmen. Onlar öğretmen değiller. Деп жасайсыздар. Ал ендеше практика іс жүзінде келейік. Бұл жерде біз Лале деген кітапты қолданамыз. Бұл өте жақсы кітаптардың бірі. Яғни қараңыздар. Мына жерде дауыссыз әріппен аяқталғандықтан, мына жерде бәрі дауыссыз да. Сондықтан жалғанды. Ал мына жерде дауысты әріптермен аяқталғандықтан әріпі арқылы жасалды. Жалғаста себебі негізі тек қана болу керек еді. Екі дауысты әріп қатарынан келмегендіктен олар әріпін алады. Бұл қағида тағы да бүкіл жерде жүреді. Егер кез келген сөз дауысты әріппен аяқталып тұрса, жалғайтын жалғауыңыз, кез келген жалғауыңыз дауысты дыбыспен жалғанатын болса, әріпі жалғайсыз әрқашанда. Өйткені екі дауысты дыбыс қатарынан келмейді. Тілге ауырлық түседі. Сондықтан ені қояды. Жалпы келмейді ол. Айта алмайсыз сіз оны. Астайым деп. Астайым деп айтасыз. Сонымен практикада көретін болсақ, ben çalışkanım, sen çalışkansın, еңбекқор, иә? Ben çalışkanım, sen çalışkansın, o çalışkan. Неге мына жерде дырды жақшаның ішіне алды? Себебі дыр-дер, тыр-тер дегендер қолданылады. Негізі әдеби тілде көп көресіздер. Жарнамаларда, сондай сияқты. Ал ауызекі тілде оларсыз қолданылады. Яғни оларсыз айтылады. О çalışkan, ол еңбекқор. Biz çalışkanız, siz çalışkansınız, onlar çalışkan. Деп айтылады. Ауызекі тілінде немесе жоқ, маған өйтіп айтқан ұнамайды. Маған дырларды қосуым керек десеңіз, онда қосыңыз. Onlar çalışkan дырлар. Onlar öğretmendirler. Onlar doktorlar деп айта аласыз. Бұл дауыссыз дыбыспен аяқталған зат есім, сын есімдер болды. Енді дауысты дыбыспен аяқталған болса, әріпі жалғанады.
Ben hastayım, sen hastasın, o hasta, biz hastayız, siz hastasınız, onlar hasta деп. Бұл болымды сөйлем болды. Болымсыз сөйлем ол дейіл арқылы. Жаңағы мынаны жаттап аласыздар. Дейілім, дейілсін, дейіл, дейіліз, дейілсіңіз, дейілдер дегенді. Жаттап аласыздар дағы бүкіліне қоя бересіздер. Қорықпастан. Тек қана зат есіммен сын есімді алып аласыздағыны дейілдерді осыны жаттағандарыңызды қойып кете бересіздер. Мысалы, хаста жуан дыбыспен аяқталып тұр, бірақ сонда да ben hasta değilim, sen hasta değilsin, o hasta değil. İyi, жақсы, ben iyi değilim, sen iyi değilsin. Doktor, ben doktor değilim, sen doktor değilsin. Ben üzgün деген мұңайып тұрған жоқпын. Мен сондай ренжіп тұрған жоқпын. Өкіну, ренжу, мұңаю деген мағына üzgün. Бізде қазақ тілі қандай керемет тіл байлығы, керемет. Ой, кешіріңіздер. Енді дейілсін, дейілім кетті ғой. Бұның жарасы жеңіл, қиын емес. Енді сұраулы сөйлем қалай жасалынады? Сұраулы сөйлем жасалынады. Жаңа жоғарыда айтып кеттім ғой. М, ми, му. Яғни бұл жерде тіл үндестік заңы жұмыс істейді. Егер біздің жіктейтін сөзіміз, зат есіміміз немесе сын есіміміз дауысты дыбыспен аяқталса, онда миымды аламыз. Миым. А-ы-м, э-и-ми, у-у-му, ү-ү-мü. Бұларды айтудан жалықпау керек, себебі бұл осы э-и-и, себебі бұларды әрқашан әр жерге түрлі жалғаулар жалғағанда кездестіре бересіздер. Дәл осылай жаттап алыңдар. А-ы-м, э-и-ми, у-у-му, ү-ү-мü. Сонымен сұраулы сөйлемге келдік. Ben hasta mıyım? Sen hasta mısın? O hasta mı? Ол ауру ма? Biz hasta mıyız? Biz ауырып тұрмыз ба? Siz hasta mısınız? Siz ауырып тұрсыз ба? Onlar hasta mı? Олар ауырып тұр ма? Hasta кетті ма? Мыны жалғадық. Енді мутлу, яғни муды қоямыз. Ben mutlu muyum? Sen mutlu musun? Sen бақыттысың ба? Ол mutlu mu? Biz mutlu muyuz? Biz бақыттымыз ба? Siz mutlu musunuz? Ол mutlu mu? Жасайсыздар. Скриншот жасаңыздар. Толықтай көшіріп алыңыздар. Бірнеше рет дауыстап оқыңыздар. Деп сіздермен қоштасамын. Hoşçakalın. Аман сау болыңыздар. Жабылмай қалды.